Сәлем достар, біз өзімнің оқырмандарыммен осы уақытқа дейін бірнеше отбасыға үй алғанбыз. Соның ішінде Ақтөбе, Алматы облысы, Семей, Өскемен, Шымкенттен үй алғанбыз, Нұрсұлтаннан алғанбыз. Және де осы Нұрсұлтан қаласындағы Пернегүл ханым мен Құралбай ағаны, одан бөлек Аянның да үйіне барып қайту жоспарымызда бар. Қалай өмірлері қалай өзгерді, не істеп жатқандарын бірге көреміз. Міне мен дәл қазір Қоянды елді мекеніндегі Құралбай аға және Пернегүл ханымның үйіне келдім. Бұл жерде 10 бала тұрады, және де 11-ші баласына Пернегүл ханым жүкті. Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Амансыздар ма? Қалайсыз? Амансыз ба? Жақсысыз ба? Жүріңіздер? Балалар қайда? Балалар үшін. Сәлематсыздар ма? Сөйтіп оқырмандармен әр ай сайын бір қайырымдылық жасаймыз. Сол кезде бір ой болды. Осы Қазақстандағы ең көп былай енді өзіміз білетін қайырымдылыққа мұқтаж деп есептеген ең көп баласы бар отбасын іздегенде көп адам жазды. Пернегүл дейді. Сөйтіп бардым ғой Астанада лесозавод, лесозаводты жаңағы жатақханада енді өзіңізде көрген шығарсыз, оны сода тұрып жатқаннан кейін бардым, көрдім, таныстым, суретін алып, видеоға салып, кейін бір күні өзімнің қайырымдылық оқырмандарыммен қайырымды жұма басталған кезде ақша жинақтап, міне осы нәтижесінде осы үйді алып отырмын, қуаныштымын. 2 сиыр алынды ғой, Иә, 2 сиыр алдық. Рахмет көпшілік. Айран сүтін ішіп жатырмыз де. Балалардың несі берсе жүр. Жалпы қайырымдылықтан кейін өмірлеріңіз қалай өзгерді? Бір бар ма? Бір анау болады ғой? Әрине, көп өзгеріс болды. Ризамын, әйтеуір. Өз үйім өлең төсегім деп, әйтеуір. Әрине. Мұсылман қауымның бәріне айтар алғысым шексіз. Әуелі Құдай, одан кейін дәулет сенің арқан ғой, бәрі әйтеуір. Сенім артып, өзіне жаста болсаң әйтеуір. Осындай істі қолға алып атқанына өте қуаныштымын. Енді сол біздің де мақсат бір ғой, мына оқырман көбейген сайын халықты жұмылдыру, қазір өзі заманда оңай емес, пандемия деп жатырмыз, коронавирус қаншама адам ауруға шалдығып жатыр. Сондықтан бұндай жағдайда мен ойлаймын, бәріміз бүйтіп бір жұмыла көтерген жүк жеңіл дейді ғой. Сөйтіп бірігетін болса, кез келген мәселені шешуге болады елде. Сондықтан міне халықтың жиған терген ақшасына осындай қайырымдылықтың үлгісін жасап, өзгелерге де үлгі болып отырмыз. Одан кейін мені қуантатыны осы қайырымдылық жасаған отбасылар қалай бол ары қарай? Өмір сүріп кетті ме? Үйреніп кетті ме мысалға? Соны үнемі жіті бақылап қарап отырамыз да. Қалайсыңдар? Амансыңдар ма? Өсіп жатсыңдар ма? Кішкентай асыл қалай? Балалардың дауыстары. Міне біз дәулеттің оқырмандары болып, бұл 3 бөлмелі үйдің жарты ақшасын жинап бергенбіз. Жарты ақшасын ниет бағдарламасының ұжымы көрермендер жинаған болатын. Сол ниет бағдарламасына шығып, Аян отбасымен біз таныстық. Қазір міне етене араласып, Аян мен Тұрсынайдың алғашқы тұңғыш балаларына, қыздарына, яғни Асылымның мен кіндік әкесі болып жүрмін. Осындай үлкен жауапкершілікті маған берген. Аян бүгінгі таңда жалпы жағдайларын қалай өздерін үй алғаннан кейін өмірлерін қалай өзгерді? Қазір Аллаға шүкір бәрі жақсы. Ең басты бауыр қарындастарымыз аулы болды, Тұрсынай екеуміз, келіншегіміз екеуміз бар арманымыз, балаларымыз қасымыз алдық. Құдайым Алланың қалауымен сіздер демеуші болып баспаналы болдық. Аян, сен өзің қазір ерікті болып жүрсің, жалпы еріктілік, волонтерлыққа қалай келдің, өзіңді айтып отырсың? Шыны керек, елден қанша жақсылық көрдік біз. Оның бәрін енді жүрегі тас адам шығар, енді оның бәрін көре тұра қоя салатын. Мен ондай қарап шыдай алмадым, шыны керек. Осы ағаларымнан үлгі алып, мінекей
сіздерден, сіз бастаған, Батыржан ағам бар бастаған, сіздерден үлгі алып, осылайдан бұрын өзім көрген балалық шағымда қазір бір отбасына болсын көмектессек деп, жәнегі туған туысқандарға, таныстарыма, ағаларыма хабарласып, осылайдан осы игі іске атсалысыңыздар міне шақырып оларды. Мен содан бастап міне қазір отбасыларға азық-түлікпен көмектесіп, дәрі-дәрмекпен, өз қолымнан келмей тұрса басқа кісіден көмек сұрап, осы кісіге көмек берсе қалай болады екен деп. Көрдіңіздер ғой, бұл жерде бұл қайырымдылықтың өзінің бір сабақтастығы бар. Біз кезінде міне Аянға жасап, Аян сол көрген қайырымдылықтың несімен өзге жандарға да қайырымдылық жасап жүр. Міне сіздер дәулеттің оқырмандары болып жасаған қайырымдылықтың бір парасын ғана көрдіңіздер. Өзге де қайырымдылықтардың барлығын біз әлеуметтік желіде жүктеп жүрміз. Бұл қайырымдылық не үшін жасалады? Бұл бір отбасының бақытты болып кету үшін үлес қосу, жақсылық жасау. Әлемді тек сұлулық қана құтқармайды, ол мейірімділік құтқарады, жақсылық құтқарады. Және де білесіздер, жақсылық жасаудың, қайырымдылық жасаудың екі жақты да пайдасы бар. Ол мына өмірде де, ана өмірде де. Сол себептен барынша қайырымды болайық.